я пропускаю через себя любую сущность, они проходят через мое тело, понимаете? Сізден бүйтіп жұлып алынғаннан кейін бұларды түн ішінде ұйықтап жатқанда аруақтар келіп тазалайды. Еще один раз в месяц капитальный чисткаға барып отырамын. Мен де ақша төлеймін. Сіздер сияқты 130-140 мыңға тазаламаймын мен. Сразу миллион төлеу керек ол жерде. Так что, ребята, эта работа, вы думаете, ой, мынау саған қасиет берді, Құдай берген қасиетті неге сен тариф қоясың, бүйтесің, сөйтесің дейді. Мен де тазаланамын, мен де ақша төлеймін. Бесплатно мен ешкім тазаламайды. Через Айжан мен шәкіртім ғой. Айжан менде ашылған. Айжан осындасыз ба? Айжан марафонда ашылып, Айжанның нелері көп айтқан. Немен деуші еді? Результаттары осы Әсем Шаман деген парақшада астынан қарасаңыздар, дуалары осы марафонда кеткен. Если таро нумерология, обязательно надо чистки проходить. У меня вот есть тоже бақсы шамандардың өздері маған келіп тазарылады. Осы марафонда өтеді. Кто занимается с людьми, это массажисты, емшілер, шамандар, тарологи, нумерологи, обязательно нужно чиститься. Кто хочет наладить отношения с детьми своими, с коллегами, может, по поводу любых отношений, можете зайти на чистку. Завтра в 9 вечера будет чистка. WhatsApp-қа жазасыздар, профильда жазылып тұр WhatsApp номері. Енді ашылып жұмыс істеп жатқан емші бақсылар көп қазір. Осы марафонда мен бірінші жыл істеп жатқан жоқпын. Скриншот жасалаңыздар. Вот мой WhatsApp. Все. Али, я не буду открывать, сам білеш. Өзің ашта, өзің же. Жуылып тұрған нәрсе. Я әрлі-берлі, екеу екі жақтан. Қасиет қалай ашылды? Қасиет бар ғой. Мен Стамбулда тұрғам. Стамбулда тұрып жатқанда нормально ақша тауып жүргем. Бірақ ол кезде мен емшілікті уже оқи бастадым. Әр жақ бер жақ. Енді бір 2008-ден бастап мен осы емшілік, бақсылық пен емшілік сондай қасиеттермен, психология, сонымен увлекаться етіп, кітаптар оқыдым, подкасттар бәрін күніне 4 сағат ұйықтайтын. Күні бойы наушник, күні бойы кітап оқып, қазір бар ғой, кітап көрсем жүрегім айнытады, шынымды айтамын. 2008-ден бастап я уже начала искать себя, потому что ана жерге барам, мен өзім медикпін, негізгі мен медикпін. Содан кейін Стамбулға көш кеттік. Стамбулда тұрып жатқанда бір күнде счеттарымның бәрі блокқа кетті да, арестқа. Ақшамен қысты. Мені ақшамен қысты. Мне пришлось, я могла прилететь сюда, разблокировать, там обратно улететь, туом болған, ипі болған. Сосын ойладым, енді бұлай қысып жатса, невозможно, да, чтобы все полностью черный списокқа кетті, анау битті бұғатталды, короче, пришлось, я говорю, наверное, это знак, надо возвращаться на родину. Уже басқа елде тұрғанда, енді сравнивать етесің, ол жақтың несі, анасы жақсы, мынасы жақсы, бәрібір өзіңнің отаның шақырып тұрады екен, тура, енді ыстық болып, полностью сравнивать етіп, қой кеттік деп келдік, одан кейін тағы да 2 ай жаттым, не істеймін, немен заниматься етем деп, тағы последний 2 миллион ба, сондай ақша қалды, соны бір оқуға жұмсадым. Өзімнің мамамның үйіне бардым да, 2 миллион теңгеге сол оқуға жұмсадым. Енді далада жатқан жоқпын, оқып алдым. И сол кезден бастап сразу мен сол курсты бітіргеннен кейін сразу начала применять, сразу начала лечить людей. Мен никогда өзімнің қасыма келіп адамды емдеген жоқпын. Я как научилась дистанционно қашықтықтан, мысалы үшін менің ең бірінші клиенттерім, мен Астанада отырып, Стамбулдағы енді мен танитын қыздар ем алды да, дистанционно. И солардан результат болғанда шешесі ана неде тұрады, Евпатория дей ма? Неде? Россияда. Россияның, Украинаның кісілері начали обращаться. И менің жұмысым в первый раз и сразу пошли у меня работа только дистанционно. И содан кейін мен вообще қабылдап көрмегенмін. Үйде қабылдамаймын, жынды да байлаймын, жолды да ашамын. Это все дистанционно онлайн. Ол интернеттен келмейді, енді ойлап қалмаңыздар, интернеттен келіп, интернет арқылы мен емді бермеймін, пространстводан келеді. Любой адам осы жерде, қазір адамды көрейші, осы жерде отырған адамның атын айтап, или несіне елестетсем, көз алдыма елестетіп, мен көрсетуім керек, просто аруақтарға мынаны тазала деп. И сол жерде адамда уже процесс лечения чистки идет. Понимаете? Скриндаваңыздар, жаза алмаймын. Скрин. Сол, жарайды,
до завтра. Завтра будет чистка. Чисткаға кіріңіздер. Любая чистка, онлайн чисткаға старайтесь попасть. Бірақ марафон в записи и марафон работает со всеми, где бы вы не находились. Понимаете? Марафон работает. Менде 3 марафон бар. Біреуі ең бірінші марафон трансформации, одан кейін марафон изобилия. Изобилияны өтсеңіз болады, өтпесеңіз болады. И самый такой крутой, самый навороченный, мощный марафон — это квантовый скачок. Басыңыздағы кликтерді бүйтіп бұра алады да, уже начинает сознание меняться. Ертеңгі чистка 15 000 теңге. WhatsApp-қа жазасыздар. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото, свежее фото, без фильтра жібересіз. Сізді группаға қосып қоям. Сағат 9, кешкі 9-да болады. Жансұлу деген бұл кісі, по-моему, Ақтау ма, Атырау ма, сол жақтікі. Бұл кісі осы марафон былтыр ма, алдыңғы жыл ма, 1,5 жыл болған шығар өткеніне. Марафон өткеннен кейін 3 квартира алды, өзі күйеуі шыққалы жатыр. 46-да. Так что қыздар, жігіттер, үміттеріңді үзбеңдер. 50-ге келсін. 50-дегі Берік ағамыз үйленіп алды. Осы марафоннан кейін уже 1 жыл болды үйленгендеріне. Жол жабық, енді адам не везет, ақша потогы жабылады, ауыр шаң болады, постоянно ауырып жүреді, интуиция вообще не работает, қарым-қатынастары жаман болады, үйде даже әкесімен, шешесімен, кейбіреулері как кошка с собакой, со своими родными, или самооценка низкая, это тоже порчалар, дуаланған адамдарда сондай болады, постоянно жертва болатын, ақша потогы жоқ, жұмысқа кіре алмай, құлан таза адам жоқ. Қазір ғой мынандай кішкентай балалардың өзінде бір 20-30 жын алып шығамыз. Индивидуальный чистканың өзінде. Мынандай кішкентай балаларда 30-ға таман жын болады. Ал енді үлкен адамның жындары, жаңа асылын тас өзі айтты, кешеден бері марафон алған, кешеден бері 10-10 көп жын шығардым дейді. Это понимаете, да, сколько у вас джинов? Сзади марафон где-то 50-60 штук этих джинов выходят. Вот у кого третий глаз видит, видящие люди, они өздерінің қандай жын шығып жатқанын бәрін көрсетеді. Левитация болған кісілер бар марафонда. Бүйтіп қалықтап, чисткада бүйтіп көтеріп жібереді, немесін, денесін көтеріп жіберетін адамдар. Левитация, потом былтыр Мадина деген ханым начала двигать предметы после марафона. Енді сіздің қасиетіңіз болса, қасиет по-любому ашылады. Рано или поздно бірінші тазалану керек та, ана жын шайтандар сол қасиетті ашпау үшін жауып тұрады. Понимаете? Шыққан жын, если правильно шығарылса, оны байлап кетеді, оны шыққан жынды аруақтар әрлі бері бүйтіп тасып шашып тастамайды ғой, оны жіберетін жеріне жібереміз. Өлтіретінді өлтіреді, жаңа айтып кеттім ғой. Но не всех убивает, потому что жаратушы адамды да, жынды да, шайтанды да создавал он, и мы не имеем права оңды солды бәрін өлтіре беретін неміз, енді ондай құқығымыз жоқ. Қатты асау болып жатқан, шықпайым деп байланып алған жындарды могут обнулить. Обнулить — это значит лишить жизни. Он шыққан өзіңіз, вы почувствуете, когда жын шыққанда жеңілдік, біз өзіңізден өзіңіз бақытты болып, мына жерде бір как будто место освобождается, осы жүрек чакрасы бүйтіп ашылып, сіз ана табиғатты көре бастайсыздар, қасыңыздағы адамдарды қарап, қандай әдемі деп, сондай нелер келеді, сезімдер келеді. Целый бақсы, қара бақсы, мен қаншама наградаларым бар, сіз маған келіп, мен гадалка міне, Асем Кендірбай. Или бітейін ба? Кендірбай Асем, целитель международного уровня. Мынау не қабырғаға іліп қою керек еді. Мына жерде Международная ассоциация целителей не жазып тұр уже. За вклад в развитие народной медицины на международном уровне признан целителем мира. Ана көрдіңіз ба? Ассоциация берген целителей. Печати бар. Конечно, клиент шақырады, ама енді оны дем салып жатқанда уже айтам, не істеу керек. Кейбір бар ғой, кейбіреулері өстіп оқытып алады, браслеттері. Былтыр браслетті көп неткем, дем салып берген. Браслет даже чистит. Вот эти брошки чистят, понимаете? Бірінші ютубты қарап, бәрін көріп алыңыздар. Қашықтықтан да жынды байлаймын. Любой жерде, Америкадан қатысып жатқан кісілер көп. Норвегия, Латвия, Польшадан бар, Германиядан кісілер қатысады. Россиядан қатысады, Украинадан қатысады. Енді бұндай марафон дүние жүзінде жоқ. Аналогы жоқ. Бұл марафон в записи работает. Понимаете? Но мы лечим вас, мы чистим вас. Енді бұрыннан бері 4 000, енді 5 000-ға тақа қалған шығар. 5 000 адам өтті осы марафонды.